Hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that, but Барлықтарыңызға қайырлы таң. Бүгін бізде антистресс йога болады. Яғни қаланың өмірінен шаршап кеткен болсаңыздар, немесе көңіл күйіңіз жоқ болған кезде, түнеріп кеткен болсаңыздар, бұл йога сіз үшін. Ал жақсылап отырыңыздар. Сіз дайын болсаңыздар, бірге бастайық. Отырамыз, молдасымызды құрып, бөкселерімізді шығарамыз, арқамызды дүй ұстадық, көзімізді жұмамыз, дем аламыз, ішке ауаны толтырамыз, және де демімізді шығарамыз. Дәл осы кезде бар назарымызды демімізге салған кезде біздің басқа ойларымыздан алшақтай түсеміз. Дем алдық, және дем шығардық. Дем алдық, және дем шығардық. Осы йогада бұл практикадан сіз не алғыңыз келеді, соны ойласаңыз болады, яғни қандай ниет қоясыз, соны ойлаңыздар. Жақсы, ал бастамыз, жоғары қарай көтердік, жоғары қарай тартыламыз, жақсы. Дәл осы жерден оңға қарай бұрдық кеудемізді. Қолдарымызды төменге қарай түсіреміз. Сол қолымызды оң тізені ұстадық, ал оң қолымызды барынша сол жаққа қарай тартамыз. Баспен де барынша оңға қарай қараймыз. Жоғары қарай көтерілдік, дем аламыз. Және дем шығарамыз, осы жерден солға қарай бұрыламыз. Оң қолымыз сол тізені ұстайды, сол қолымыз жерге қарай тартылады. Жоғары қарай көтерілдік, дем алдық, дем шығардық. Дем алдық, дем шығардық. Дем алдық. Жақсылап жоғары қарай тартыламыз. Және дем шығардық. Дем алдық. Жоғары қарай тартылдық, дем шығардық. Ал енді аяқтарымызды алға қарай қойдық сәл. Ішімізбен алға қарай тартыламыз. Бірінші іш түсу керек төменге қарай, сосын барып қана кеудемізді түсіреміз, сосын ең соңғы басымызды түсіреміз. Біраз дем аламыз осы жерден. Көтерілеміз. Төрт аяқтап тұрамыз. Поза шинка деп аталады. Соны жасаймыз. Бірінші төрт аяқтап тұрдық. Тізелеріміз жамбас буын астында. Қолдарымызды алға қарай жылжытамыз. Егер де төсіміз жерге түсетін болса, онда төсімізді жерге түсіреміз. Бірақ жамбас өзінің орнында қалу керек. Төмендеп көтерілеміз. Бірнеше секундтан терең 5-4 рет терең дем аламыз. Енді бізге күшкене көтерілу керек мына жерде. Аяқтарымыз алшақ аштық, тізелеріміз бүгулі. Мінекей, тіземізді бүктік, ішімізді санымызға қарай қойдық, қолдарымызды білектен ұстадық, басымызды барынша төмен қарай түсіреміз.
Жамбасты артқа қарай тартамыз. Ал басымызды төменге қарай тартамыз. Тіземіз бүгулі. Бірнеше терең дем аламыз. Жақсы, керемет. Енді қолдарымызды алға қарай қойдық. Собака морды вниз, артқы мұқ швасанаға көшеміз. Саусақтардың арасын ашамыз жақсылап. Құйрықты жоғары қарай шығардық. Өкшемізді көтерсек болады, немесе тисе тигіземіз. Құйрық жоғарыда, арқамыз түзеу, ішімізді тартамыз, кіндікке қараймыз. Бірнеше терең дем аламыз. Енді оң аяғымызды жоғары қарай көтереміз. Қаншалықты көтеріледі, соншалықты. Осы жерден 5 рет дем алдық. 1, 2, 3, 4 және 5. Төмен қарай қойдық. Енді сол аяқ көтереміз жоғары қарай. Кеудемізді алға қарай тартамыз. 1, 2, 3, 4 және 5. Дәл осы сол аяқты алға қарай қоямыз, шығарамыз. Мына жерде бірінші оң аяқты тізесін жерге тигізіп, сол аяқты алға қарай шығарсақ болады. Сосын жамбасты алға қарай және төмен қарай тартамыз. Жәймендеп жамбасты төменге қарай тартамыз. Төмен түсіреміз. 5 рет дем алдық. 1, 2, 3, 4 және 5. Енді тіземізді көтерсек болады, сәл күшейту үшін. 1, 2, 3, 4 және 5. Төмен түсірдік, аяқтарымызды ауыстырамыз. Енді оң аяқты алға қарай қоямыз. Қойып алдық. Осы жерде тоқтасақ болады, немесе сәл ғана жамбасты алға қарай жібердік және төмен қарай түсіреміз. Бірақ тіземіз шығып кетпеу керек өкшеден, сондықтан табанды да алға қарай қоямыз. Тіземіз өкшенің дәл үстінде тұру керек. Мына жеріміз жақсылап созылу керек бізде. 1, 2, 3, 4 және 5. Тіземізді көтереміз жоғары қарай. 1, 2, 3, 4 және 5. Төмен қарай түсірдік. Аяқтарды қарай қойдық және көтерілеміз. Табандарымызды алшақ аштық. Оң табанды оңға қарай бұрдық. Тіземізді де бүгеміз. Қолдарымызды екі жаққа қарай келдік. Өзіміз оңға қараймыз. Қиындату үшін табандарды алшақ ашсаңыздар болады. 1. Мына жерде құйрығымыз қақайып тұрмау керек. Құйрықты ішке қарай тартамыз, ішті тартамыз. Өкшелерді, жамбастар барлығы тартып тұрамыз. Мықты ұстап тұрамыз. Екі қолды, екі жауырын арасын барынша ашамыз. Екі жақтан сізді біреу тартып жатқандай ашылу керек. 5 терең дем аламыз. 2,
3, 4, және 5. Жақсы, төмен түсірдік. Табанды бұрдық ішке қарай. Енді сол табанды солға қарай бұрамыз. Тіземізді бүгеміз. Құйрықты ішке қарай айналдырдық. Тізелерді тартамыз жоғары қарай. Бөксені тарттық. Қолдарымызды ашамыз. Екі жаққа қарай барынша тартамыз. Сол жаққа қараймыз. 5 терең дем аламыз. 1, 2, 3, 4, және 5. Төмен қарай түсірдік. Табандарды жинаймыз. Кішкене жинадық. Сол табанды солға қарай бұрдық. Бұл жолы тіземіз түзеу тұрады. Жоғары қарай тартамыз. Бүксені тарттық. Қолдарымызды жанға қарай аштық. Екі жанға. Дем алдық. Дем шығарған кезде оңға қарай тартыламыз. Және төмен қарай. Алға қарасақ болады. Немесе жоғары қарай бас бармаққа қараймыз. 5 терең дем аламыз. 3, 4, және 5. Жоғары қарай көтерілдік. Вдох. Выдох. Табанды бұрдық ішке қарай. Сол табанды солға қарай бұрамыз. Тіземіз жоғары қарай. Бүксені тарттық, ішті тарттық. Қолдарымыз екі жанға қарай. Иықтарды төмен түсірдік. Дем алдық. Дем шығардық, солға қарай тартылдық. Және төмен қарай. Жоғары қарасақ болады. Бұл жерде ең бастысы жоғарыдағы иықты алға қарай емес, барынша артқа қарай тарту керек. 2, 3, 4, және 5. Жоғары қарай көтерілдік. Аяқтарымызды жинаймыз. Енді отырсақ болады. Аяқтарымыз алда. Бөкселерімізді шығарамыз жақсылап. Қолдарымыз жоғары қарай, тартылдық жоғары қарай. Кеудемізді көтердік. Енді алға қарай тартыламыз. Бұл жерде 45 градусты сақтасақ болды. Сол да жеткілікті. Міндетті түрде арқамызды бүкіретпейміз. Арқамыз түзеу болу керек. Аяқтарымызға қарай тартыламыз. Егер де бас бармақтарыңызға жетсеңіздер керемет. Ішпен тартыламыз. Бірінші іш аяқтарды басады. Дем алдық. Және дем шығардық. Дем алдық. Дем шығардық. Алға қарай жатсақ болады. Табандарды жамбас деңгейінде қойдық. Қолдарымызды жерге қоямыз. Басымызды төмен түсірдік. Енді жамбасты жоғары қарай көтереміз. Ішті тарттық, бұлшықеттердің барлығын жиырдық. Тоғыз, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Төмен сүрсек болады. Аяқтар жоғарыға қарай көтердік. Егер де осы жерде қалсаңыздар да болады. Егер де ары қарай жасалсақ, бірге жасаймыз. Жоғары қарай көтереміз. Қолдың көмегімен аяқтар жоғары қарай тепе-теңдікті ұстаймыз. Төмен қарай түсірдік. Аяқтар жоғарыға қарап тұрады. 1, 2, 3, 4,
төмен түсірдік. Енді алақандар аспанға қараттық. Шавасананы медитациясын жасаймыз. Сіздер жата берсеңіздер болады. Менің каналымда шавасана медитациясы бар. Сол медитациясын жасасаңыздар болады. Мына жерге шығарып қойдым. Әрбір йоганы шавасанамен аяқталған дұрыс. Ал шавасанадан кейін демалу техникаларын жасасаңыз болады. Немесе солай да аяқтасаңыздар болады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Намасте.